Әңгімені бастамас бұрын арнаға тіркеле отырыңыздар. 18-ге жаңа толған кезім. Тіпті бұрындары жігітпен көп сөйлестім. Тіпті білініп те үлгердім. Оны ата-анам білмейді. Ешқандай бала болмады. Білмеймін неге екенін. Әйтпесе 1 жыл бойы жігітіммен қаншама рет қосылдым. Көтеріп қаламын-ау деген ойда болмапты. Кейін ол жігітім бөле сіңіліме көзі түсіп, соған тиісе бастады. Ол сіңілімді де бүлдіріп, басын айналдырмасын деп сіңілімді одан алшақ ұстадым. Бірақ сонда да олар көп сөйлесті. Бірақ жолықпады. Оған сенімдімін. Себебі бөлем екеуміздің үйіміздің арасы 1 сағаттық жер. Бұл ауданда бізден басқа туыстары жоқ. Ал келген кезде көшеге тек менімен шығасың деп қорғағандай болып жүрдім. Иә, солай уақыт зулап өте берді. Бірақ ол жігітпен арамыз суып сөйлеспей кеттік. 18 жастан асар шақта тағы да бір отбасылы кісімен таныстым. Жасы 30-дан асқан. Тіпті қымсынбадым да. Анама көшеге жүріп қайтамын деп, сол кісінің машинасына отырып, білгенімізді істейтінбіз. Ол маған қаржылай көмектесіп тұрды. Сол үшін одан айырылысып кету ойымда да болған жоқ. Оқуды бітіріп, универге түсейін десем, ұбт-ның балы жетпей, колледжге түстім. Қалаға барып квартираға орналастым. Бірақ оқуға көп те бармадым. Менікі сол тек қаңғыру, жүру-тұру болды. Ешқандай туысыма білдіртпеуге тырысып жүрдім. Маткам қатты ауырып маза бермеді. Гинекологқа тексерілуге бата алмадым. Барлығын біліп қояды деп қорықтым. Оның үстіне тұрмыс құрмаған қызбын. Бұндай іс-әрекетімді тоқтатуға тырысып жүрдім. Бірақ тоқтаталар емеспін. Ессіз ләззаттың, 5 минуттық рахаттың кесірінен бүкіл өмірімнің быт-жыты шығып жатқанын байқап та жүрген жоқ едім. Жастықтың буы. Ақыры алаңдап жүріп дәрігерге көрінбедім. Қорықтым. Жеңіл жүрісім көбейген мені оқудағы апайым біліп, дереу деканға айтып мені оқудан шығарып жіберді. Олар ата-анама айтамын деп, мен жылап өтінген кейіппен жалынып, қалғандарына ақшаларын беріп, ақыры құтылдым. Содан үйдегілерге оқудамын деп алдап, осы қаладан бір жағдайы жақсы жігітті тауып, онымен де әуейі болдым. Жігіттермен көп сөйлеспедім. Әр қайсысымен аттап өтіп, керекті ақшамды алған соң тайып тұрамын. Бір күні пәтер иесі үйге неше түрлі еркекті әкеліп жүргенімді, мен жайлы сыбысты естіген бе? Бірден заттарымды лақтырып шығарып жіберді. Одан ата-анама хабарласуға мәжбүр болдым. Себебі жатырымның ауруы күшейе берді. Ата-анама оқу орны жабылып, ауысу үшін жаңа оқу орнына біраз уақыт керек деп өтірік айттым. Содан үйге келдім. Біраз уақыт үйде болдым. Екі бүктеліп ауырып жатқан мені көрген анам қатты уайымдап, дәрігерге барайық деп қанша шырылдады. Бірақ мен қаламадым. Себебі дәрігерге барсам, анам мен жайлы барлығын біліп, жұртқа мазақ боламыз деп қатты қобалжыдым. Анам мені көндіріп, ауылдық ауруханаға апарды. Амал жоқ тексерілдім. Гинекологтың маған қараған өткір көздерінен мен туралы бәрін біліп тұрғанын түсіндім. Тыпыршып, шарасыз күйде, не істерімді білмей, анама бір қарап, дәрігерге бір қарап, қыз емес екенімді айтып қояма деген үреймен тұрмын. Қызыңызда эрозия деп бастады гинеколог. Жүрегімнің соғуы жиілей түсті. Бірақ артық ештеңе айтпады. Мына свечаны салсын, мына дәріні ішсін, мына уколдарды салдырсын деп, бір ақ параққа тізімді жазып берді. Болды, барыңыздар деді. Мен оған рахмет дегендей бір қарап,
Анам екеуміз шығып кеттік. Анам болса, сонша дәрі-дәрмек жазып беретіндей не болды? Неге мұнша жазған? Сонша қалай суықтап жүрсің деп біраз ұрсып та алды. Содан үйде жатып, 3 ай бойы емделдім. Анам орнымнан тұрғызбай біраз қарады. Ол үшін мен қиналдым. Ауыртпалықтың бәрін анам арқалап жүрді. Ішімнен қатты қысылдым. Себебі менің жіберген қателіктерім үшін анам қиналып жатқандай. Қаншама ақшалар кетті. Өз-өзімді жеумен күндерім өтіп жатты. Жасым 19-ға таяп қалды. Мен болсам құр жатқаннан түк шықпайтынын біліп, Алматыға жұмыс іздеп шығамын деп ата-анама ескерттім. Басында қарсы болғанмен, бірақ үйдің ең үлкені мен. Анам жұмыссыз. Әкемнің 1 айлығына қарап отырғаннан ештеңе шықпайды. 3 інім мен 1 сіңілім өсіп келеді деп анама түсіндіріп айттым. Ертесіне киім-кешегімді реттеп, Алматының автобусына мініп кеттім. Алла тағала жолымды ашып жаңа өзгерістер мен жаңа қалада мені қарсы ал деп өз-өзімді дайындай бастадым. Таңертең мінгеннен кешке түсіп, дереу пәтер іздей бастадым. Әкемнің жұмыс тапқанша деп берген 100 000 теңгесіне 2 қызбен бірігіп, 1 бөлмелі пәтер жалдадық. Алматыда ешқандай туысым жоқ. Жұмыс іздеп сандалып 2 аптадай жүрдім. Соңында бір мейрамханаға жұмысқа тұрдым. Бұл жақта той болса, даяшыларға жақсы ақша береді екен. Ауылдағыдан жақсырақ. Содан түні бойы даяшы болып, күндіз келіп ұйқының планын орындайтынмын. Қанша уақыт өткенін, әйтеуір біраз ақша жинап, ішіп жеміме де, пәтер ақыға да, ата-анама да қарасып жүрдім. Анам бір күндері сағындық. Келіп кет деген соң ойланбастан бірден жолға шықтым. Автобусқа отырып жайғасып, құлақ қапты құлаққа салып мұңды әуендер тыңдап келемін. Жеткенше біраз жол. Алдағы өмірім не болар екен деп ойланып келемін. Күтпеген жерден біреу алып қашып кетсе не істеймін? Өмірімде өшпес дақ бар ғой. Ата-анамды зар қақсатып, ұятқа қалдырып жүрмесем болғаны. Жоқ. Ондай жағдай болса, бірден кетіп қаламын. Тұрмысқа мүлдем шықпаймын. Тұрмысқа шықпаймын. Ең дұрыс шешімі осы. Ауылымызға да жеттік. Түсіп бауырларыма тәттілер алып, қуанып үйге қарай жол тарттым. Олар мені күтіп қуанып отырған болар. Ойлағанымша болмады. Бір машина жеткіп келіп тоқтады да, малды салып алғандай мені көліктің артына салып алды. Айқайлап жылаумен болдым. Қатты қорықтым. Бұл ойды неге бүгін ойладым екен? Қарғыс атқыр неге мен? Неге мені алып қаштыңдар? Басқа қыз құрып қалды ма? Машинамен жүйіткітіп, ауылымыздан ары 2 ауылдан асып, бір үйге кіріп келді. Адамдар топырлап жиналып алған. Әйел кісілер шашуын шашып, үлкен қарт кісі орамал жауып жатыр. Қарсыласып машинадан түспей қатты қорқып қалдым. Үйдегілерге кешірімшілер жіберді. Мен отырмын бір жерде. Жігітті тіптен танымаймын. Біраз уақыттан соң қырғын болып, ұятты жағдайда қалатыныма сенімді болып отырдым. Себебі ауылдан алыс емес. Ауылда жүрген жігіттерімнің бірі болмаса, бірінен мен туралы еститіні анық. Анам мен әкем келіп мені алып кетсе екен деп Құдайдан тілеп отырдым. Анам мен әкем келді. Анам жылап мені құшақтап алды. Мен де жылап ентігімді баса алмай. Анашым, кетемін қалмаймын. Алып кетеміз, қорықпа. Алып кетеміз деп мені сабырға шақырып жатыр. Кенет біздің сыртымыздан бақылап тұрған әкем, қаласың деді. Қатқыл үнмен жүзінде ашу. Жәутең деген жанарларыммен әкеме қарап үнсіз ғана жылай бердім. Ішім алай-дүлей. Әкемнің бұл ісіне қатты өкпеледім. Анам да әкеме қарап ашумен неше түрлі әңгімелер айтып жатыр. Ішім алай-дүлей боран. Болып жатқанын
Менің айтарға сөзім болмады. Әкеме неге олай еттіңіз дедім. Әкем болса, бізді жерге қаратып, әр жерде жүргенше, біреудің үйінде отыр. Алып қашқаны дұрыс болды. Енді ұятқа қалмаймыз. Одан соң үйренісіп кетесің деді. Анам да мен де таң қалып қалдық. Менің ішкі түйсігім барлығын түсініп үлгерді. Ал анам байғұс ештеңе түсінбей, маған бір әкеме бір қарап, жанарлары жасқа толды. Сөйтсем әкемнің құлағына бәрі жеткен екен. Бұлай мүлдем ойламадым. Анам мен әкем кетіп қалды. Енді не істеймін деп, соңдарынан қарап қалып қалдым. Ертеңгі күнім не болар екен деп. Қаншама нәрсе ойлап шықтым. Қорыққаным сонша, аяқ қолым дірілдеп, шошып жатыр. Ұйықтамай шықтым. Күнде түнде өте шықты. Беташарға дайындық болып жатыр. Не істесем екен? Қашып кетейін бе деген ойлар да келді. Әр нәрсені ойлап, миымда шимай шатпақ болып жатқанда, мені беташарға дайындап, әйел кісілер келіп, киімімді ауыстырып, ақ орамал жауып жатты. Сәл уақыттан соң келін боламын. Бірақ келін деген атқа лайықты бола аламын ба? Әйелім деп айтуға лайықты адам бола аламын ба? Беташарымда, пәк күйімде, өз-өзіме сенімді күйде шыққанымда ғой. Жас күніндегі қателіктерім осынша қиындық алып келеді деп мүлдем ойламадым шыны керек. Беташар болып жатты. Екі жақтағы екі жеңгенің сүйемелдеуімен сәлем салып тұрдым. Соңында бетімді ашып, енем мен күйеуімді алғаш рет көрдім. Беттеріне қарауға ұялып, қолдарым дірілдеп кетті. Қатты қобалжыдым. Бір жақтағы жеңге, қобалжыма, ондай болады. Өзіңді ұста деді. Енем маңдайымнан сүйіп, құшағына қысты. Жүзі жылы мейірімді көрінді. Беташар бітіп, көйлек орамалымды бағып, тірлікке кірісіп кеттім. Түн болмай-ақ қойса ғой деп болмайтын нәрсені қиялдап, әйтеуір ары-бері жүрмін. Барлығы біткен соң бір жеңге төсек салып берді. Аппақ ақ жайма жайып, ақ көрпемен аппақ жастықтар қойып қойды. Мен шыдамай сыртқа шығып кеттім. Күйеуім үйде мені күтіп отырды. Ұйықтағанда бірақ кіреміз деп ойладым. Жайлап кіргенімде, қимылдамай жатқан оның жанына жайлап жатып қалдым. Бірақ ол ұйықтамапты. Көптен күткенде, ұйықтап жатады дейсің бе деп, қанша қаламасам да күштеді. Қатты жыладым. Ол әрине бәрін білді. Жарықты жағып қойды да, тапжылмай отырды. Ұялып не істерімді білмей, бар қолымнан келгені жылау. Не ойлап отыр екен деп, сөйлейін десем де бата алмай. Ол маған жауап қатқанша, мен де отыра бердім. Бір уақытта жарықты өшірді де, жатып қалды. Мен де жатып қалдым. Ертесіне, ертемен тұрып тірлікке кірістім. Ата-енем маған қарап мәз. Келін алғандарына қуанышты. Кел отыр, бізбен бірге шай іштеп, тірлік істеп жүрген жерімнен отырғызып қойды. Сонан соң кешегі төсек салып берген жеңгеміз келді. Барып бөлмеге кіріп кетті. Күйеуім әлі ұйықтап жатқан. Бір уақытта шықты да, таза нәрсе келмепті. Тазасын алуларыңыз керек еді. Басқасын таңдауларыңыз керек еді деді. Екі бетім парт қызыл болып, тыпыршып кеттім. Атам мен енем отырса да, сондай әңгіме айтты. Жеңгеміз соны айтты да кете барды. Енем нана істей десе де, керек емес. Маған берген ақшаларыңыз да таза емес болатын болды ғой. Оф деп кетіп қалды. Осы күннен бастап тозақтың ішіне кіргендей болдым. Барлығы да отырсам опақ, тұрсам сопақ қылып, атам да, енем де қыз болмай келгенімді бетіме басып, есесіне аямай тірлік істейсің деп, барлығын менің мойныма артып қойды. Амалсыздан жасап жатқандарын, амалсыздан жасап, айтқандарын жасауға тырыстым. Барлығынан бұрын күйеуім келемер деп,
мазақ қылып сөйлеп, жанды жеріме көп тиіп жүрді. Сол бір неке түнінен кейін мүлдем жаныма жақындаған емес, мұншалықты таяз адамдар екенін білмедім. Шыдамның да шегі бар. Ақырында қашып кетуге бел будым. Үйге барсам, әкем бәрібір кіргізбейді. Алматыға кетіп қалуым керек дедім. Тұрмысқа шыққаныма 2 ай енді ғана болды. ЗАГС кете тұрмадық. Оның болмағаны да жақсы. Түннің ортасында, бәрі ұйықтап жатқанда, киім кешегімді алып тайып тұрдым. Ешкім байқай қоймаған шығар деп, автовокзал жаққа түнеп, Алматыға жүретін ең бірінші автобуспен жүріп кеттім. Алматыға барып пәтердегі қыздармен қайта тұрдым. Мені келеді деп күтіп жандарына қыз алмапты. Оларға тұрмысқа шығып, қашып келгенімді айтпадым. Жақсы демалып келдің бе? Ата-анаңмен жолығып, сағынышың басылған шығар я деп жатты. Иә деп өтірік жымиып, жұмыс іздеп, алдындағыдай ресторандарда даяшы болдым. Менің кеткенімді барлығы білген шығар дедім. Себебі, телефоныма қаншама белгісіз номерлер хабарласып тастады. Тұтқаны көтермедім. Жұмысымды істеп, пәтерге барып келіп жүре бердім. Барынша ештеме ойламауға тырыстым. Бір күні әкем телефон шалды. Басында алуға бата алмай тұрдым. Бірақ кейін жауап бердім. Не үшін қашып кеткенімді, неліктен хабарсыз жоқ болып жүргенімді сұрап, жерден алып жерге салды. Мен де тыныш тұра алмадым. Қиындығымның бәрін әкеме жайып салдым. Не істегендерін, адам құрлы көрмегендерін, күйеуімнің әйелі секілді көрмейтін, бәрін көз жасым толып кеудем, өксікке толып әкеме айтып бердім. Әкеме жан айқайымды түсініп, жылама қызым, сенің қиналғаныңды көру маған оңай деймісің деп, сөзбен жұбатып әлек. Жұмыстан қайтып келе жатқан мен, көшенің қақ ортасында отырып әбден жыладым. Ішімдегінің бәрі сыртқа шыққанша жылай бердім. Әкем мені біраз тыныштандырып, ол үйдегілер енді келмей-ақ қойсын, басқа келін аламыз дейді. Сондықтан саған бір нәрсе айтайын. Менің жақын досым бар. Оның ұлы әлі үйленбеген. Жасы сенен едәуір үлкен. Бірақ өте жақсы отбасы. Мен олармен сөйлестім. Барлығына түсіністікпен қараймыз дейді. Сондықтан сол жігітпен танысып сөйлесіп көр. Мүмкін бағың шығар деді. Әкемнің сөзіне ойланбастан келістім. Ол жігітпен сөйлесіп, біраз жолығып бір-бірімізді ұнатып, одан соң үйленуге шешім қабылдадық. Көп өтпей ақ келін атанып, өмірім енді жақсарар деп, алдаға үлкен үміт қойып қадам бастым. Үй болған соң ыдыс аяқ сылдырламай тұрмайды. Кейде ұрсып қаламыз, кейде жақсы көреміз. Бірақ оның түнгі ләззаты тым дөрекі еді. Миға қонбайтын нәрселерді жасатып, көп қинайтын. Еркекті ұстап тұратын осы ғой деумен шыдап жүрдім. Кейін енемнің де мінезі шыға бастады. Басында ажырасқансың деп бетіме басып жүруші еді. Ал қазір баламды қанағаттандырмайды екенсің деп маған шүйлігіп жүрді. Күйеуімнің осы әрекеті ұнамайтын. Мамасының баласы не болғанның бәрін шешесіне жеткізіп отырады. Түнде бір айтқанын дұрыс орындамай қойсам, шешесіне жарып, жалып айтады. Мен бұған мойынсынуды жөн көрдім. Бұл да бір сынақ қой. Балалы болған соң бәрі реттеледі деп жүрдім. Алайда жарты жылдай уақыт өтті. Әлі де бала жоқ. Күйеуіміз екеуміз де емделдік. Ол да, мен де жеке консультацияға қатысып, дәрігерге қаралып жүрдік. Бірақ түк шықпады. 1 жылдан аса уақыт өтті. Әлі ешқандай бала жоқ. Бұған күйеуім мен енем шыдамады. Бар кінә сенен деп, маған жекуді шығарды. Мен не істеймін? Алла бермесе мен не істей аламын? Содан екі жақ келісіп,
өзіміздің ризалығымызбен ажырасуға бекіндік. Солай 2-ші рет қайтып келген қыз атанып үйіме келдім. Әкем жұмыс істемей, үйде отыр деген соң, еш қайда шықпай, анамы қолғабыс қылып бауырларымның сабағына жәрдемдесіп, біраз уақыт жүрдім. Интернеттен біраз ақпараттар ақтарып, бала көтермеудің себебі деп, қаншама күн-түн көзім талып, көріп шығатынмын. Алайда дым нәтиже жоқ. Неге бұлай болып жатқандағы жаныма қатты батты. Ешқашан сәбейлі бола алмаймын ба? Деп өзімен неше түрлі сұрақтар қойып, іштей өксік өртеп барады. Мүмкін, жарқын болашақ күтіп тұрған болар. Мен ештеңеден үміт үзбеймін. Бәрі де жақсы болады деп, өз-өзімді жұбатумен келемін. Болмайтын нәрсе емес шығар. Әлі 25-ке де толмадым. Мүмкін, болып қалар. Сондай бір күндердің бірінде желідегі парақшама бір жігіт жазды. Сәлем деген ыстық сөзбен басталған хабарлама таңға дейін жалғасты. Көп сөйлесіп шықтық. Өзі Алматының жігіт екен. Мені Алматының ресторанынан байқап, парақшамды тауып алыпты. Онысына қатты риза болдым. Ол да бар сырын айтып, мен де ішімдегінің бәрін айтып, жеңілдеп қалдым. Мені бір рет қана сырттай көрсе де, ұнатып қалғандығын айтты. Бірақ оған қатты мән бермедім. Себебі, енді тұрмысқа шығу деген мүлдем ойымда жоқ. Әңгіменің барысында, балалы бола алмайтында шығармын дедім. Ол не дер екен деп. Сол кездегі, оның мен үшін қандай алаңдағанын айтып жеткізе алмаймын. Шырпыр болып барлығы ана болуға лайықты деп мені шұбатып әлік. Біздің интернет пен телефон арқылы сөйлесуіміз 6 айға ұласты. Ол өзі менен 2 жас қана үлкен. Үнемі жағдайымды біліп хабарласып тұрды. Түнде телефонмен сөйлесіп жаттық. Ол күтпеген жерден маған тұрмысқа шықшы деді. Аузыма құм құйылғандай сасып қалдым. Түсін, екеуміз бір-біріміз үшін жаралғанбыз, деп сезімдерін айтып, соңында келісімімді бердім. Анам мен әкеме түсіндіріп айтып, осы некеде бақытты болатыныма сөз бердім. Одан ата-анамызды таныстырып, тәтті шай қылып, жігіттің өзімен де бірінші рет жолықтым. Өзі келісті, сымбатты жігіт. Үйге құда түсіп келіп, сол дәстүрмен маған сырға салып, үйіне алып кетті. Анам бағың ашылсын, артыңа қарама деп жылап қалды. Екеуміз отау құрып неке қию куәлігін де алдық. Ата-енем өз-өздеріңмен болыңдар деп, қаладан 2 бөлмелі пәтер алып берді. Бөлек шығып кеттік. Бірақ біраз уақыт өтті. Баланың жоқтығы жаныма батып жүр. Күйеуім Өзбекстанға да, анда да, мұнда да апарып емдетіп жатыр. Бірақ бұның соңы немен аяқталарын білмейміз. Дәрігерлер үміт бар деді. Сол сөзді естіп қатты қуанып қалдық. Менің бұрынғы қателіктерім үшін Құдай мені көп сынады. Бірақ барынша сынбауға тырыстым. Бәрінен бұрын жаныма демеу болып жүрген осындай адамның барына Аллаға шүкіршілік еттім. Алла қаласа, бәрі де жақсы болады.